Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің қолдаушыларым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осындай қазанға өте дәмді, өте сұлу көрінетін нан пісірдім. Егер де дәл осындай қылып сіздерде нан пісіргілеріңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, мына нанның шеті сынық, себебі мен видеоға түсіріп үлгермей қалдым. Қыздарым шыдамай жеп қойыпты. Соншалықты дәмді болғандығын содан ақ білуге болады деп ойлаймын. Сіздерден қолдау күтемін, соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші бокалға осылай жылы су құйып аламыз. Оның үстіне осындай құрғақ ашытқы, яғни дрожж саламыз. Одан кейін күнбағыс майын құямыз. Аздап жарты ас қасық тұз, жарты ас қасық қант салып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін шетке қойып қоямыз. 15 минуттай әдемі болып көтерілуі керек. Енді қажетінше ұнымызды осылай ыдысқа салып, біздің жаңағы дайындап алған ашытқымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Және де бір жұмыртқаны да қосып жібереміз. Осы жердегі бүкіл қажетті ингредиенттердің барлығының қанша мөлшерде қажет екендігін мен төменде описание бөліміне жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін осындай пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен 15-20 минутта дәл осылай көтеріліп шығады. Енді осы көтерілген қамырымызды екіге бөліп, домалақтап, үстін тағы да пленкамен жауып, жаңағы шамалы көтерілгенше демалдырып қойып қоятын боламыз. Осындай бір дана жұмыртқаны ағы мен сарысынан бөлек бөліп аламыз. Неге десеңіздер, сарысын біз қазір нанның бетіне жағамыз, ал ағын астына жағатын боламыз. Енді қазанды отқа қоямыз, астын қатты отта қыздырамыз, және де түбі күйіп кетпес үшін осылай түбіне тұз сеуіп қоямыз. Және де қақпағын жауып, қақпағы да ысығанша күтетін боламыз. Қазанымыз отта қызып дайын тұр. Енді осы нанымызға әдемі етіп формасын беріп, дайындайтын боламыз. Қолымызға жабысып қалмас үшін аздап осылай күнбағыс майын септім. Дәл осы видеодағыдай етіп жасасаңыздар, нандарыңыз өте әдемі шығады. Нанға осылай форма беріп болғаннан кейін келесі бетіне аударып осылай қоямыз. Себебі қазір астына біз жаңағы жұмыртқамыздың ағын жағатын боламыз. Ол бізде қазір қазанның қақпағына жақсы жабысып тұру үшін қажет болады. Дәл осылай барлық жеріне толық жағып шығамыз. Қызып тұрған қазанның қақпағын алып келемізде, жаңағы біздің ақуызын жаққан бетімізді қазанға жабыстыратын боламыз қақпағына. Одан кейін қолымызбен осылай тағы да басып, толық жабысқандығын қарап шығамыз.
бетіне жаңағы жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Одан кейін вилкамен осылай тесіп шығамыз, ортасы қатты болып көтеріліп кетпеу үшін. Арнайы дүкімен жасасаңыздар өте әдемі болып шығады. Енді күнжіт немесе осындай мак сепсеңіздер де болады. Мен мак септім. Енді осы күйінше қазанға барып жауатын боламыз. Жай отта шамамен 20-25 минутта дәл осылай пісіп шығады. Аздап ортасы көтеріліп кетті. Енді шет-шетін осылай пышақтың көмегімен аздап босатып алатын боламыз. Босатқан кезде қазір өздеріңіз де көресіздер, асты біркелкі емес, яғни тегіс болмайды. Себебі астына от қатты бармайды, яғни буға піседі ғой. Сол себепті сондай болады. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бір рет жасап көрсеңіздер, міндетті түрде қайта-қайта жасағыларыңыз келіп, дәміне ғашық болып қаласыздар. Мен жаңағы ашытқан қамыр осындай 2 дана нанға жаңағы жететіндей құрамда. Ал егер сіздерге одан көптеу керек болатын болса, әрине 2 есеге көбейтетін боласыздар қамырларыңызды. Міне екінші қамырымды да қазанның қақпағына жабыстырып, отқа қояйын деп тұрмын. Қаласаңыздар қазанның қақпағын тағы да жуып, кептіріп, содан кейін барып жабыстырсаңыздар да болады. Ал мен сол қырған күйінше жабыстырдым, әдемі болып шығады. Нан пісірудің дәл осы әдісі кімнің үйінде жаңағы духовкасы жоқ, нанды пісіруге ешқандай мүмкіндігі жоқ адамдарға өте таптырмас дүние екен. Менің дәл қазіргі жағдайымда үйде духовка жоқ, сол себепті нанды осылай пісіріп жедік. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.